Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 81-ші сабақ, нәтиже сабақ мен не үйрендім деп аталады. Бірінші жаттығу, мәтінді мұқият тыңда. Көктем кезі. Шоқан ауылына жер картасын жасайтын Сотников деген кісі келді. Шоқан да сол кісімен бірге даланы жиі аралады. Сотников салған суреттерге еліктеп, тауды, көлді бейнеледі. Бір күні оған мысықтың балшықтан жасаған күймесін көрсетті. «Мынаны кім жасаған?» деп сұрады Сотников. «Менің жолдасым мысық. Ол қайда?» «Ауылда. Оқыған ба?» «Жоқ, оқымаған. Бұл өнерпаз бала. Оған білім керек. Білім беру үшін мектеп ашу қажет. Сенің қалаға барып оқығаның жөн. Оқып білімді болған соң, мысық сияқтыларды үйретесің», деді Сотников. Шоқан алыс қырға қарап, ойланып тұрып қалды. Енді мәтін бойынша тапсырмаларға оралайық. Мәтін мазмұнына сәйкес келетін тақырыптың қысқаша атауын таңда. Бала Шоқан, өнерпаз бала, Сотниковтың ақыл кеңесі, Шоқанның арманы. Мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін тақырып Сотниковтың ақыл кеңесі. Келесі тапсырма: мәтінде кім не туралы айтылған? Бірінші, өнерпаз бала мысық туралы. Екінші, мектеп ашу үшін Шоқанның қалаға барып оқуының қажеттігі туралы. Үшінші, бала Шоқанның білімді болуды армандауы туралы. Мәтінде өнерпаз бала мысық туралы айтылған. Келесі тапсырма: Сотниковтың Шоқанға берген ақыл кеңесін қалпына келтіріп жаз. Бірінші, бұл өнерпаз бала, оған білім керек. Екінші, білім беру үшін мектеп ашу қажет. Үшінші, сенің қалаға барып оқығаның жөн. Төртінші, оқып білімді болған соң, мысық сияқтыларды үйретесің. Келесі тапсырма: бұл өнерпаз бала, оған білім керек сөйлемдерінен зат есімдерді тауып, үш жақта жекеше, көпше түрде тәуелдеп жаз. Мәтіндегі зат есімдер: бала, білім сөздері. Жекеше түрде бала сөзі бірінші жақта менің балам, екінші жақта сенің балаң, сіздің балаңыз, ал үшінші жақта оның баласы болады. Көпше түрде бірінші жақта біздің баламыз, екінші жақта сендердің балаларың, сіздердің балаларыңыз болады, ал үшінші жақта көпше түрде олардың балалары болады. Білім сөзі жекеше түрде бірінші жақта менің білімім, екінші жақта сенің білімің, сіздің біліміңіз болады, үшінші жақта оның білімі. Көпше түрде бірінші жақта біздің біліміміз, екінші жақта сендердің білімдерің, сіздердің білімдеріңіз, үшінші жақта олардың білімдері болады. Екінші тапсырма: мәтін бөліктерінің атауын толықтыр. Бірінші, Шоқан мен Сотников. Екінші, балшықтан жасалған күйме. Үшінші, мысық өнерпаз бала. Төртінші, Сотниковтың ақыл кеңесі деп жоспар құруымызға болады. Және де балалар, осы құраған жоспар бойынша мәтіннің мазмұнын айтып берсеңіздер болады. Үшінші жаттығу: сөздерді оқы. Бірінші жолда: ұш, біл, сыз, жүз, өшір. Екінші жолдағы сөздер: адал, ұзын, жаңа, сұлу, таза, биік. Бірінші жолдағы сөздер қай сөз табына жатады? Бірінші жолдағы сөздер етістікке жатады, яғни ұш, біл, сыз, жүз, өшір сөздері бұл етістік болып табылады. Екінші жолдағы сөздер сын есімге жатады. Осы сөздерден зат есім жасап жаз. Және де сұрақ қой. Балалар, бұл сөздерден біз зат есім жасау үшін осы сөздерге жұрнақ жалғаймыз. Сол кезде бізде зат есім жасалады. Яғни ұшқыш, білгіш, сызғыш, жүзгіш, өшіргіш. Келесі екінші жолдағы сөздерге жұрнақ жалғау арқылы зат есім жасап шығаратын боламыз. Адалдық, ұзындық, жаңалық, сұлулық, тазалық, биіктік. Балалар, бұлар қандай зат есімге баталады және де неліктен? Бұлар туынды зат есімдер деп аталады. Себебі түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы
жасалып тұр. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сонда міндетті түрде келесі шыққан сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.